Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар, бөбектер, сіздерге арнап жеті өнерпаз ертегісінің арғауы жалғасын оқуға рұқсат етіңіздер. Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде бір үлкен айдаһар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың төртінші ұлы асқан үсті екен. Қолындағы екі тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 5 шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын қолын алып соғыстырып еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдаһар қорғанның сыртынан оралып жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатады. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң 5-ші жігіт өнерін істейді. Бұлардың 5-шісі жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда 5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде тас оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң елін апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай айласы таусылып адасады. Бұлардың 6-шысы жол болжағыш екен. Оқып көзін сипаса, бір күндік жерден жол көреді екен. 6-шысы өнерін істеп бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып ашып шаршаған, жаяу жүре табандары кесілген, тамақтары және жоқ, аш әлсіреп қалады. 7-шісі тағам жасағыш екен. Қойындағы бір асыл табағын алып жолдастарын күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Бұлар бірнеше күн жол жүріп қанның ауылына жетеді. Бәрі даман, қаншайым қызды даман алып келеді. Сонысын қан ат шаптырып той істейді. Қан ел жұртты болып жеті өнерпазға қатты риза болады. Қан жеті өнерпазға риза болғандықтан қызымды біреуің жолдас қылып алыңдар дейді. Сонда тұрып жеті өнерпаздың ең үлкені: бәрімізді істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсымызды артық болса сол алсын. Қан мақұл көреді. Сонда ең үлкен тұрып: бұл қызға менің істеген өнерім бөрінен басым. Мен болмасам бұл қыз жоқ еді деп 7 күн қара құстың ізімен аспанды ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Ол 2-шісі: сені өнерің таусылып, қызды қара құс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. 3-шісі тұрып: сен аспаннан қызды атып түсіргенде мен судан сүңгіп алмаған қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Сонда 4-шісі тұрып: мен тастан қорған соқпағанда бәріңді айдаһар жұтып қоятын еді. Қыз да сендер де жоқ едіңдер. Сондықтан да қыз маған тиісті дейді. Мен болмасам бәрің тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. 5-ші, 6-шісі тұрып: бәрің де жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған тиісті дейді. Ақырында 7-ші тұрып былай дейді: менің тамағымнан аш жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Бәрін де өздерінің өнерін айтып қанға жүгінеді. Қан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып былай дейді: бұл 7-еуінің бәрінің де өнері бірдей, бірақ қызды сүңгіруге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқалардан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 қанның қызын әперіп 6 жерге уәзір сайлаңыз дейді. Қан қызын сүңгуірге қосып, қалған 6-ауына 6 қанның қызын әперіп 6 елді билетіпті. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті. Құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, сіздерге ертегі ұнаған сияқты. Енді лайк басыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, таратыңыздар. Қош сау болыңыздар.